Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз сіздермен бірге хит болған макулубе дайындаймыз. Бізге қажет заттардың барлығы видеоның астында описание бөлімінде жазылады. Алдымен пияз, картоп, сәбіз үшеуін дөңгелетіп турап аламыз. Етімізді де ұсақтамай үлкен бөліктерге бөліп тураймыз. Кез келген ет қолдана берсеңіздер болады, менде сиыр еті. Алдымен етімізді қуырып аламыз. Шұңқыр ыдысқа сұйық майды құясыздар. Үстінен етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Етіміз қуырылып жатқан кезде дәміне қарай тұз себесіздер, тағы да араластырамыз. Үстіне су құйып, бетін жауып, ет піскенге дейін пісіресіздер. Етіміз пісіп жатқан кезде осылай табаға май құйып, сәбіз бен картопты қуырып аламыз. Екі жағынан қызарғанға дейін қуырасыздар. Мінекей сәбізіміз де екі жағынан қызарып қуырылды, оны майдан сүзіп аласыздар. Картопты да дәл солай екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Қызарып қуырылған картопты да майдан сүзіп аласыздар. Суы ағарғанға дейін жақсылап жуылған күрішті майға салып 10 минуттай қуырамыз. Күрішті қуырып жатқанда міндетті түрде тұз саласыздар. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді макулубемізді жинауға кірісеміз. Осылай түбіне пиязды салып аласыздар. Оның үстінен етімізді салып аламыз. Жақсылап үстінен тығыздап басып жібереміз. Еттің үстінен картопты да айналдырып салып шығамыз. Үстінен шамалап тұз себесіздер. Картоптың үстінен сәбізді айналдырып салып шығамыз. Үстінен шамалы тұз сеуіп, қастықпен тығыздап басып шығасыздар. Үстінен күрішімізді салып, бір келкі қылып жайып аласыздар. Оның үстінен жақсылап қасықпен тығыздап басасыздар. Үстінен қайнаған ыстық суды құясыздар. Күріштің бетінен шамалы 2 сантиметрдей суымыз асып тұруы қажет. Бетін тығыздап қайта басып жіберіңіздер. Бетін жауып, ақырын отта шамамен жарты сағат 45 минут пісіресіздер.
күрішіміз піскенге дейін салатты дайындаймыз. Кез келген көкөністерден дайындай берсеңіздер болады. Менде бұнда помидор, огурцы, консервадағы кукуруз бен горох. Тұз салып жақсылап араластырамыз. Күрішіміз піскен кезде тағы да бетінен басып тығыздап қоясыздар. Себебі табаққа түсірген кезде күрішіміз шашырап кетпеуі керек. Табағымызды дайындап аламыз және кастрөлімізді осы табақтың үстіне ақырындап төңкересіздер. Маклюбеміз әдемі болып түсуі үшін осылай қасықпен кастрөлдің түбінен ұрып жіберсеңіздер болады. Жан-жағына айналдырып салат салып айран құйып шығамыз. Мінекей біздің маклюбеміз дайын болды. Өте дәмді екен, біз бірінші рет жасап көрдік. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.